Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осындай меренгіден жасалатын рулеттің рецептімен бөлісемін. Бұл десертіміз өте нәзік, жұмсақ болып шығады, әрі арасы да үлпілдек болып піседі. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаның ақ уызын сары уызынан ажыратып аламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ әрі таза болуы керек. Үстіне шекерді толықтай салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап, ең жоғарғы жылдамдығына дейін миксерлейміз. Біздің жұмыртқалы массамыз 2-3 есеге көбейіп, және әппақ болуы қажет. Міне осындай болып көбейеді, және кішкене қоюланады. Осылай кішкене қоюланып бастаған кезінде үстіне бір ас қасық крахмал қоссаңыздар болады. Менде жүгерінің крахмалы бір ас қасық қосамын. Енді тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Біздің жұмыртқалы массамыз қою болып, біздің венчигімізден ағып кетпейтіндей болуы қажет. Сонда біздің меренгіміз дайын деген сөз. Міне осындай қою масса шығады бізде. Енді дайын болған массамызды осындай пергамент қағаз төселінген табаға жайып шығамыз. Бір тегіс етіп жайып аламыз. Жайып алдық, енді қызып тұрған духовкада 150 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне, біздің меренгіміз осындай болып шығуы қажет. Коржымыз дайын. Пісе салысымен мен сразу бұны екінші тағы да бір пергамент қағазға аударамын. Сөйтіп астындағы қағазын дереу алып тастаймын. Сіздер суығаннан кейін алсаңыздар да болады. Енді кремін дайындаймыз. Креміне сливки қолданамын мен. Сливки мен меренгінің екеуі қосылғаннан кейін сондай бір нәзік, жұмсақ рулет болып шығады. Сливкиге сахарный пудраны араластырып, миксермен жақсылап шайқап қоюланғанша араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Аса қымбатқа түспейді, және дәмі де сондай керемет болып шығады. Сондай нәзік, жұмсақ болып шығады. Міне креміміз осындай қою болғаннан кейін біз миксерлеуді тоқтатуымыз қажет. Ұзақ миксерлеуге де болмайды, іріп кетуі мүмкін. Креміміз дайын. Коржымызға енді бір тегіс етіп жайып аламыз. Арасына өздеріңіздің қалаған начинкаларыңызды қоссаңыздар болады. Мен өзіме құлпынай ұнайтындықтан мен үнемі құлпынай қосамын. Міне енді астындағы пергамент қағазымен қосып, соның көмегімен рулет секілді ораймыз. Сондай жұмсақ болып шығады. Сырты прям үгітіліп тұр. Тарелкемізге қойып, енді бетін қалағандарыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен үстінде құлпынаймен әсемдеймін осылай. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, өте оңай дайын болады. Сіздерде де осындай дәмді әп-әдемі рулет шығады деген ойдамын. Егер сіздер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк қойып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлзира.